Армысыздар, сіздермен бірге Қазақ Ньюс ақпараттық агенттігі. Назарларыңызға осы аптаның қорытынды жаңалықтарын ұсынамыз. Қыс аяқталмастан Қазақстанның кейбір өңірлері суға кетіп жатыр. Түркістан облысында күн жылынып, таяуда жауған қалың қар тез еріп, су деңгейі көтерілген. Төтенше жағдай мамандарының айтуынша, өңірге 7 сағаттың ішінде жауған жаңбырдың көлемі 10 күндік мөлшерден көп. Салдарынан Кентау және Түркістан қалаларында және Бәйдібек, Ордабасы және Сауран аудандарында аулалар мен көшелер су астында қалған. Оның ішінде Кентау қаласы мен Сауран ауданында жергілікті деңгейдегі төтенше жағдай жариялануы мүмкін. Сауран ауданында су кірген үйлердің саны 100-ден асқан. Абай елді мекенінде 65, Үлгілі елді мекенінде 14, Бабай қорғанда 42 үйдің ауласын су басқан. Сондай-ақ 100-ден астам адам эвакуацияланған. Ауданда 7 балабақша жұмысын тоқтатып, 11 мектеп онлайн оқуға көшкен. Ал Кентау қаласы Қарнақ ауылында ағын суы 5 көшемен өтіп, 15 үйдің ауласына кірген. Зардап шеккендер жоқ. Суды ағызу бұру жұмыстарына 20-ға жуық техника мен 150 қызметкер жұмылдырылған. Метеоролог мамандардың хабарлауынша 2 және 4 ақпан күні аралығында таулы аймақтарда жаңбыр қар жаууы ықтимал. Кентау қаласында Қарнақ ауылының Сауран, Бәйдібек аудандарының су басқан аула аумағынан 204 адам және 201 ұсақ мал эвакуацияланған. Халықты эвакуациялау және уақытша орналастыру үшін жергілікті атқарушы органдар Сауран ауданында 4 эвакуациялау пунктін дайындаған. Көлік алуға жеңілдікпен несие беру бағдарламасы бойынша өтінімдерді қабылдау бұл жолы онлайн жүргізіледі. Автонесие KZ платформасы 6 ақпанда іске қосылады. Өтінімдерді қабылдау Астана уақыты бойынша сағат 10:00-де автонесие.kz ресми сайт арқылы жүргізіледі. Осы орайда өтінім беру үшін компьютер арқылы электрондық цифрлық қолтаңбаны енгізіп қосылуға болады. Платформада тек Қазақстан Республикасының аумағында тіркелуге мүмкіндік бар. Сайтта өтінім берген кезде өтініш берушінің деректері автоматты түрде ЭЦК арқылы қалыптасады. Өтініш беруші міндетті түрде телефон нөмірін енгізіп, автокөлік өндіруші компанияны таңдап, өтінімге қол қояды. Өтінімнің тіркелу барысы сайттағы жеке кабинет арқылы тексеріледі. Қазіргі кезде өнеркәсіпті дамыту қоры акционерлік қоғамда жинақталған қаражат сомасы 7,6 миллиард теңгеге жетті. Осы орайда пилоттық платформа келесі аптада іске қосылған кезде 761 адам тіркеле алады. Яғни 761 адам толық тіркелсе, платформада өтінім қабылдау автомат түрде тоқтайды. Кейін аталған платформада өтінім қабылдау ай сайын жүргізіледі және 100-ден астам адам тіркеуге мүмкіндік береді. Енді Қазақстан азаматтары Халық Хомбанк және Каспий KZ мобильді қосымшалары арқылы неке қиюды тіркеуге өтініш бере алады. Халық Хомбанк және Каспий KZ мобильді қосымшалары арқылы неке қиюды тіркеуге өтініш беру бойынша сервистер іске қосылды. Мобильді қосымшалар арқылы қызметті алу үшін мемқызметтер бөлімінде өтінішті толтырып, мемлекеттік баж 1 айлық есептік көрсеткіш, яғни 3450 теңге төлеп, және екінші қызмет алушы 48 сағат ішінде өтінімді растау қажет. 15 күнтізбелік күн өткеннен кейін ахат органдары жас жұбайлардың қатысуымен неке қиюды тіркейді. Естеріңізге сала кетейік, бұл мерзім бұрын 1 айды құраған. Пакистанның Пешавар қаласындағы мешітте жарылыс болып 100 адам қаза тапты, ал жарақат алғандар саны 200-ден асқан. Жарылыс түскі намаз кезінде болған, ғимараттың бір бөлігі қирап, көп адам үйдің астына қалып қойған. Мерт болған 100 адамның 97 полицей қызметкерлер болған. Ұлттық қауіпсіздік органы қызметкерлерінің ақпаратына сәйкес жанкешті лаңкес жарылғыш затты мешітке 5 намаз кезінде іске қосқан. Сол сәтте мешітте адам көп болған. Оның ішінде полиция қызметкерлері мен әскерилер бар. Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаев Пәкістан президенті Ариф Алви мен премьер-министрі Шахбаз Шарифке көңіл айту жеделхатын жолдады. Мемлекет басшысы Пешавар қаласындағы мешітте болған лаңкестік әрекет салдарынан көптеген адамның қаза тапқанын және зардап шеккені туралы суыт хабарды терең күйзеліспен қабыл алғанын жеткізді. Осымен апта легі тамам. Жаңалықтардың толық нұсқасын қазақnews.kz сайтынан оқи аласыздар. Біздің әлеуметтік желілерге тіркелуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.